Баршаңызға сәлем, YouTube каналға қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін өзім арнайы мастер-класстан оқып алған осы бургердің жасалу жолын көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментария жазып, қолдауларыңызды білдіре кетіңіздер. Бургердің осы булочкасынан бастап барлығын пісіріп дайындауын көрсететін боламын. Біздің жұмсақ булочкаларымызды дайындау үшін қамыр илейтін ыдысқа су, сүт, 2 жұмыртқаны саламыз және 1 жұмыртқаның сарысын алып, жаңағы сүт құйған ыдысыңызға алып қоя тұрасыз. Бұны булочкалардың бетіне жағатын боламыз. Қалған бөлігінде қант, ашытқы, сұйық май, тұзды қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Еріп бір-бірімен араласуы керек. Содан соң ұнды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Көрсетілген мөлшерден артық немесе кем қоспайсыздар. Ұнды көп қосуға болмайды. Осылай бөліп, жұмсақ қамыр илейміз. 1-1,5 сағаттың көлемінде қамырыңыз ашып дайын болады. Ашып дайын болған қамырды 6 бөлікке бөлдім. 6 бургер шығатын болады. Алып, домалақ формасына келтіріп, пісіретін противенге пергаментті төсеп, соның үстіне жайғастырып шығамыз. Бетіне майлықты жауып, жылы жерде 20 минуттай қойсақ болады. Сол кезде булочкаларымыз көтеріліп, әдемі болып шығады. Сол аралықта біз котлетін дайындаймыз. Тартылған ет, 1 жұмыртқа, суда бұқтырылған нан. Яғни нанның ортасын суға салып езіп аласыз. Содан соң фарштың үстіне қосып, татымына қарай тұз, бұрыш, қызыл бұрыш қосып жіберсеңіздер де болады. Ащыларды қаласаңыз. Осылай барлығын мыжып тұрып араластырамыз. Содан соң бір жерге жиып, ұрғылау процесін жасаймыз. Яғни ұрғылау отырып фарштарыңызды жасап шықсаңыздар, сол піскен кезінде шашырамай өзінің формасын ұстаған әдемі котлеттер дайын болады. 10 минут аралығында осылай ұрғылап шықсаңыздар болады. Фаршымызды дайындап болғаннан кейін бұны қызып тұрған майда 2 жағын 3-4 минуттан қызып пісіре отырып, аударып отырып пісіреміз. Біздің булочкаларымыз көтеріліп дайын болды. Бетіне бағанаға алып қойған сары уызымызды жағып, толықтай айналдырып, барлығына жеткізіп жағып шығамыз. Одан кейін күнжіт сеуіп, қызып тұрған пешке пісіріп алатын боламыз. 20-25 минут аралығында булочкаларыңыз көтеріліп, қып-қызыл әдемі болып піседі. Қазір сіздерге піскен кездегі түрін көрсететін боламын. Мен бұл кезде пешті қыздырып, градусқа келтіріп қойдым. Неке піскен кездегі түрі осындай. Жұмсақ, топ-домалақ әдемі булочкаларымыз дайын. Бұл дайын болған булочкаларды қазір ортасынан бөліп, табада қызарғанша ұстайтын боламыз. Ол үшін осылай ортасын кесеміз. Табаңызды құп-құрғақ етіп, газде қыздырып қоясыз. Қызған табаға тез-тез басып аласыздар. Өзі қызарып, қытырлауы тиіс. Сол кезде бургерлеріңіз жегенде әдемі қытырлап, соустарыңызбен күшті сіңетін болады. Барлығын осылай кесіп аламыз. Кескен бөліктерін осы табаға қойып пісіресіздер. Яғни қызарғанша ұстайсыздар. Жалпы менің осы YouTube каналымдағы видеоларымды көріп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Бұл менде жаңадан дамып келе жатқан, жаңадан ашқан каналым. Қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Табаны осылай қызғаннан кейін менге қойып, барлығын осылай жасап шығасыздар. Осымен біздің бургеріміздің булочкалары дайындаулы жолы бітті. Енді әрі қарай салмаларын салып, тек бургерді жинап шығатын боламыз. Бургерге мен салат жапырағын, қызанақ, қияр, котлет және сыр қосып салатын болам. Және кетчуп майонезбен соус болады. Барбекю, сырный соус болатын болса, қоса берсеңіздер болады. Дәмдері кіре береді қосқан сайын. Бір бөлігіне осылай кетчупты, екінші бөлігіне майонезді жағып шықтым. Салат жапырағын жуып, қатты бөлігін алып тастайсыздар. Одан кейін осы бір бөлігіне қойып, оның үстіне
менде терияки деп аталатын соус бар. Соны қосып жібердім. Ол да әдемі дәм береді. Оны да бұндай бар болса қоса берсеңіздер болады. Неке салат жапырағым жуылып, қатты бөлігі алынған. Үстіне соусын жақтым. Одан кейін помидорларды салып шығамын. Помидорды салғаннан кейін котлеттер менде ыстық күйінде мен сырды 4-1-леп турап, сол қосатын котлеттің үстіне қойып қойғанмын. Сол кезде сырыңыз езіліп, жұмсақ болып, әдемі болып тұрады. Мінекей жабысып қалған. Осылай қойдым. Одан кейін қияр, тұздалған қияр қоссаңыздар да болады. Осымен біздің бургеріміз дайын. Мінекей келесі бетін жаптым. Қазір сіздерге ортасын кесіп, котлеттің піскендігін көрсететін болам. Ортасын кескен кездегі бөлігі котлетті толықтай піскен, барлығы бір-біріне сіңіп, сочный, өте әдемі бургерлер дайын болды. Өздеріңізде жасап көріңіздер. Ауызашар кезге жасап жесеңіздер өте керемет, тойымды. Өздеріңіз жасағаннан кейін қорықпай жей бересіздер. Құрамы таза. Менің жасаған ұнаса, лайктарыңызды басыңыздар.